Сәлем достар. Дәріханаға барсаңыз, витамин Д-ның түрі өте көп, бірақ бәрі бірдей балаңызға пайдалы ма? Көбісі жай ғана маркетинг, ал бізге дәлелденген ем керек. Қараңыздар, қазір трендте жүрген Детримакс немесе Сандерол сияқты препараттар көбінесе БАДы, яғни биологиялық активті добавка. Яғни бұл жерде олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі дәрі сияқты қатаң тексерілмейді. Тіпті Сандеролдың дәлелді базада ешқандай зерттеуі жоқ. Дәлелді медицина не дейді осы жерде? Егер балаңыз бен өзіңіз үшін қауіпсіздік маңызды болса, ресми тіркелген дәрілік препараттарды таңдаңыз. Мысалы, Вигантол немесе Аквадетрим. Бұлардың құрамы нақты, әсері дәлелденген және жүкті әйелдер мен сәбилерге рұқсат етілген. Бала денсаулығы эксперимент жасайтын алаң емес, сондықтан сыртындағы жарнамасына емес, құжатына қараңыз. Ал сіз балаңызға қай витамин Д-ны беріп жүрсіз? Комментке жазыңыз, дәлелденген, дәлелденбегенін бірге тексеріп көрейік.